Менің үстіндегі киімім неше теңге тұрады? Біз оны Скади деген жерден арендаға алдық, яғни прокатқа. Міне магазиннің іші өте кең, іші өте үлкен, керекті заттардың барлығы да бар, лыжыға керек заттарды, сноубордқа керекті заттарды бар. Осында киімдерді алудың екі түрі бар, яғни өткен жылғы және де осы жылғы. Біз Хантенгри деген осы жылдық киімдерді алдық, бағасы 13.990 теңгеге. Біз киімдерді алдын ала Каспимен алып қойдық, және де осындай кофе ішуге болады, кофе өте дәмді. Ал біз болсақ Шымбұлаққа келіп қалдық. Қараңыздар, қандай әдемі таулар. Және де бұл касса. Қазір мен сіздерге Шымбұлаққа көтерілудің бағасын көрсететін боламын. Оған және де осындай карточка алу керек. Міне біз дәл қазір канатный дороганың ішіндеміз, гондола деп аталады. Соның ішіне отырып, әсем жерлерді көріп, Шымбұлаққа көтерілесіздер. Ал бұл болса медеу. Қалай, ұнады ма? Шымбұлақ мид ресторанында бағалары қанша? Осындай паста 6000 теңге, бургер 7000 теңге тұрады. Және де 1 литрлық кола 2000 теңге тұрады. Ал сізге паста ұнайды ма, әлде бургер ма? Комментарияға жаза кетіңіздер. Шымбұлақ мид ресторанының іші қандай? Ішінде осындай үлкен аю тұрады, және де бұл соктар сияқты. Ал бұл осы ресторанның іші, және де елканың үстінде бұғы тұр. Және де бұл қыз бұғы ойдым. Алматы қаласының ең әсем жерлерінің бірі бұл Шымбұлақ сияқты. Қараңыздар, қандай әдемі. Және де бұл Шымбұлақтың картасы. Шымбұлақтағы шайхана, міне іші осындай. Және де біз марокканский шай аламыз деп шештік. Видеоға түсіруге ұмытып кетіппін, міне шайдың түрі. Шай өте дәмді. Ал, ас болсын. Шымбұлаққа бірінші күн келіп күшті теуіп кетем ба десем, жатқан түрім осы. Бірінші рет тепкен өте қиын екен.